Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ, іші жұмсақ, дәмді болып, әрі кереметтей болып пісетін балықтың видео рецептісімен бөлісетін боламын. Және де бұл балықты жолдасым екеумізге арнап кешкі асқа пісірдім. Және де сіздер де жасап жеңіздер. Және де балықтың ең қарапайым әдісі осы жасап жеу видео рецептісі. Және де достар, ең бірінші осылай тазалап, әдемілеп, балығымызды осылай қалауыңызша осылай әдемілеп, өзіңізге қуырғанға ыңғайлы етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Жақсылап іші сыртын тазалап, жуып алып, осылай өзіңізге ыңғайлы етіп турап алыңыздар. Және де керекті мөлшерде екі жағына жақсылап тұзды себелеп, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Тұзы өзіне әдемі болып сіңеді. Және де балыққа басқа приправа, басқа керекті дәмдеуіштер қосудың керегі жоқ. Балық жаңадан ауланған, свежий болатын болса, тұз ғана сеуіп, ұнға аунатып, екі жағын қызартып, орташа отта пісіріп алған дұрыс. Себебі балықтың өзінің әдемі дәмі бар. Әдемі дәмін құртпаған дұрыс негізі балықтың. Міне, енді 15 минутқа қойып қоямыз. Және де міне, екі бетін ұнға аунатып, қызып тұрған табаға орташа отта пісіретін боламыз. Екі бетін осылай ұнға аунатып алыңыздар. Сол кезде сырты қызыл, қытырлақ, әдемі болып піседі, дәмді болады. Екі бетін осылай ұнға аунатып, қызып тұрған майымызға балықтарымызды жайлап шетінен салып, әдемілеп орташа отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне, қызып тұрған табаға керекті мөлшерде майымызды құйып, табамызды қыздырып алып, осылай балығымызды шетінен әдемілеп, видеода көріп тұрғандарыңыздай салып, орташа отта, қатты отта емес, сәл оттың астын басып, орташа отта екі бетін жақсылап қызартып алатын боламыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап шетіне жай саласыздар. Міне, екінші бетін аударып жатырмын. Бірінші беті қызарып, осылай әдемі болып пісті. Және де екінші бетін аударып, екі бетін осылай әдемілеп, орташа отта жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Және де тарелкамызға салфеткалар төсейтін боламыз. Сол кезде балығымызды сүзіп алған кезде майы сол салфеткаларға сіңетін болады. Міне, керемет дәмді балығымыз дайын болды. Видео рецепті ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Өз пікірлеріңізді астына жаза кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналымның дамуына қолдау білдіріп жіберсеңіздер, достар. Баршаңызға рахмет. Ас болсын, жасап жеңіздер.